Шығыс елдеріндегі еуропалықтардың отаршылдық саясаты. Еуропалықтардың шығыс елдерін отарлау үрдісі 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезең сауда отаршылдығы 16 ғасырдың аяғынан бастап 18 ғасырдың ортасына дейін жалғасты. Бұл кезеңде еуропалықтар шығыстың тауарларын отаршылдық жолмен Еуропаға тасымалдаумен айналысты. Шығыстың алтын, күміс, жібек, тоқыма маталары, дәмдеуіштері, әшекей бұйымдары отаршылдардың қатты қызықтырды. Екінші кезең өндірістік капитал дәуірінің отаршылдығы 18 ғасырдың екінші жартысынан 19 ғасырдың соңғы ширегіне дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл кезеңде Англия, Франция сияқты елдер шығыс елдерін отарлап алып, шығыстың байлығын тонаумен айналысты. Еуропалықтар өздерінің арзан тауарларын осы елдерге әкеле бастайды. Осылай жергілікті халықтың кәсіптері мен шаруашылығы күйреуге ұшырады. Отарланып алған елдерін толық тәуелділікке түсірді. Үшінші кезең империализм дәуірінің отаршылдығы немесе монополистік капитал дәуірінің отаршылдығы 19 ғасырдың соңында басталды. Шығыс елдерінің табиғи ресурстарын пайдаланумен қатар қанаудың жаңа тәсілі ретінде еуропалық капиталды әкеліп, инвестиция салуды үйретіп, оны күшейтіп, өнеркәсіп өндірісін дамыта бастады. Шығыс елдерін еуропалық алпауыт мемлекеттер ықпалы аймақтарына бөлісті. 17-18 ғасырда Азия мен Африка елдерінде феодалдық қоғамның терең дағдарысына ұшырап, еуропалықтардың отаршылдық әрекетіне тап болды. Шығыс елдеріндегі даму қарқыны төмендеп, бір кездері дамыған өркениеттің ошақтары болған елдер отар және жартылай отар елдерге айналды. Еуропалықтардың басқыншылық әрекеті ұлы географиялық ашылулардан, яғни испандықтар мен португалдықтардың 15 ғасырдың соңынан бастап 16 ғасырда Америкадағы, Африка мен Азиядағы халықтарды отарлау нысанына айналдырған кезден бастау алды. Қытай және Жапония сияқты кейбір елдер еуропалықтардың жөнсіз араласуынан өздерін сақтауға ұмтыла отырып, сыртқы әлемнен оқшаулануға көшіп, жабық есік саясатын ұстануға мәжбүр болды. Басқалары, яғни Африка, Америка, Үндістан елдері еуропалық отаршылдықтың құрбанына айналды. Еуропалық өркениеттің әскери және теңіз істеріндегі өнеркәсіптегі қол жеткізілген табыстары олардың басқа елдерден артықшылығын айқындап, ерекшелейтін жағдай қалыптастырды. Өзіндік өркениеттің нәтижесі бар Еуропа басқа халықтарға үлгі болды деген түсінік еуроцентристік немесе Еуропаға табыну ұғымынан қалыптастырды. Англия және Голландияның отарлау саясаты 17 ғасырдың басында батыс Еуропа елдерінің ішінде сауда және отаршылдық саясат жүргізуде Голландия алғашқы орынды иемденді. Оның отарлық иеліктері оңтүстік және солтүстік Америка құрлығындағы Индонезия мен Цейлонда орналасты. Ағылшындар мен голландықтар теңіздер мен мұхиттар кеңістігінде дүниежүзілік саудада өз үстемдігін орнату үшін бәсекелестік күреске шықты. 16 ғасырдың бойында Англияда бірнеше ірі сауда компаниялары пайда болды. Олар дүниенің әр түкпір-түкпірінен сауда байланыстарын жүргізді. 17 ғасырдың басында солардың ішінде ең мықтысы атақты Ост-Үнді компаниясы болды. Бұл компания негізінен Үнді мұхиты арқылы сауда жүргізетін еді. Ост-Үнді компаниясы Англиядағы мемлекеттің ішіндегі мемлекет сияқты ерекше құрылым болды. Бұл компанияның өз әскері, флоты, мыңдаған әкімдері, сауда агенттері мен аудармашылары болды. Ост-Үнді тектес компаниялар Голландияда да, Францияда да пайда болды. Бұл компанияның арасында отарлық иеліктер үшін бәсекелестік күрес үлкен соғыстарға, әскери жанжалдарға ұласып отырды. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа.